Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экспо көрмесі деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мақала тезистердің құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Сіздер бүгінгі сабақта мақала жанрының құрылымы мен рәсімделу жолдарын, жанрлық ерекшеліктерін ажыратуды меңгересіздер. Сабағымыздың ой-түрткі айдарында экспо көрмесінің 7 жетістігін естеріңізге түсіріп өтейін. Экспо көрмесінің 7 жетістігі. Бірінші, экспо 2017 көрмесі болашақтың энергия тақырыбы ең үздік әлемдік энергия сақтау технологиясының көзіне айналды. Екінші, әлемнің әр түкпірінен келген жаңа заманауи инновациялық технологиялар көрмеге қойылып, олардың жұмыс істеу қағидаларымен әлемдік сарапшылар танысып шықты. Үшінші, бұл көрме арқылы технологиялық прогрестің айырмашылығы жіті ажыратылып, оған лайықты баға берілді. Төртінші, экспо алаңы әлемде әлі аналогы жоқ диаметрі 80 метрлік Қазақстан Астана атаулы сфера құрылысы жүргізілді. Бесінші, экспо тұрғын үй қалашығы бой көтеріп, оған тұрғындар қоныстанды. Алтыншыдан, осы көрмені тамашалауға келген 5 миллионнан астам қонақтар ел қаржысына қомақты қаржы түсірді. Жетіншіден, шетелден келген меймандар біздің ұлттық бай тарихымызбен, құндылығымызбен, салт дәстүрімізбен жіті танысып, Қазақстанды әлемдік деңгейге танытты. Сабағымыздың керек-дерек айдарында мақала туралы ұғым қалыптастырамыз. Оқушылар, мақала дегеніміз қоғамдық, әлеуметтік мәселелер туралы жазылған публицистикалық жанрдағы шығарма. Оқушылар, мақаланың 4 түрі болады: бас мақала, проблемалық мақала, насихаттық мақала, публицистикалық мақала. Бас мақала дегеніміз заманымыздың негізгі бағытын, үкіметтің алға қойған саяси, шаруашылық, мәдени міндеттерді түсіндіріп, іске асыратын мақаланы бас мақала деп атаймыз. Проблемалық мақала деп негізгі деректерді шешуді, тексеруді, зерттеуді қажет ететін теориялық және практикалық мәселелерді көтеретін мақала. Насихаттық мақала ғылым, техника, өнер жаңалықтарын заман талабына сай бүгінгі өмірдің практикалық міндеттерін насихаттайды. Публицистикалық мақала қоғамдық, әлеуметтік, саяси маңызы бар оқиғалар мен құбылыстарды дәуір тынысын көтеріңкі үнмен, көркем тілмен суреттейтін мақаланың түрі. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқып, жанрын ажыратасыздар. Экспо көрмесі жаһандық ауқымдағы шара. Оның маңыздылығы жағынан ірі экономикалық форумдар мен туристік тартымдылығы бойынша әлемдегі ірі танымал спорт ойындарымен салыстыруға болады. Экспо көрмесі біздің елімізге ірі инвестиция тартуға мүмкіндік туғызады. Көрмені өткізу арқылы Қазақстан жасыл экономиканы дамытуға тікелей септігін тигізетін жаңа технология мен инновация алады. Әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері ғылымдағы өзінің соңғы жаңалықтарын ұсынатын бұл халықаралық көрмені өткізу идеясы неден туындады? Жасыратыны жоқ. Бүгінде елімізде баламалы көздерден қуат алу мәселесі әлі де болса шешілмеген. Ал әлем дамудың жаңа экологиялық тұрғыдан қауіпсіз жолдарын қажетсінеді. Міне, сондықтан Қазақстан жасыл экономикаға бет бұрды. Экспоны өткізуден осындай мәселелер шешімін табуда. Шындығында еліміздің географиялық орналасу жағдайын, жел және күн энергиясын пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ мұнай,
және газ ресурстарының энергетикалық әлеуетін ескерсек, бұл қажеттіліктің орнын толтыруға тамаша мүмкіндік туады. Қазақстанның сағатына 1 триллион киловатт энергия өндіруге мүмкіндігі бар. Болашақтың энергиясына мүдделілік идеясын елдің өзі көрсете білуі тиіс. Үкімет біздің елімізде бұл бағыттың тиісті деңгейінде даму мәселелерімен жұмыс істеу керек. Алдағы 5 жыл ішінде Қазақстан таза энергия түрлерінің әзірлемелері мен енгізілу саласында инновациялық серпіліс жасауды қажет. Сондықтан болашақ энергиясын дамытудың кешенді жоспары барлық өңірді, ұлттық холдингтерді, зерттеу институттары мен әлеуетті отандық және шетелдік инвесторларды қамтыды. Оқушылар, жоғарыдағы мәтінді бірлесіп талдап көрейік. Мәтіннің жанры қандай? Бұл мәтіннің жанры мақала. Оқушылар, біз жоғарыда мақаланың 4 түрі болады дедік. Бұл мақаланың түрі насихаттық мақала. Мақаланың негізгі мақсаты заманауи озық технологияларды қолдану. Мақаланың жалпы көздеген аудиториясы жалпы бұқара. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер мақала жанрының түрі, ерекшелігі, құрылымымен таныстыңыздар. Келесі сабағымызда экспо көрмесі туралы қызықты деректермен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.